Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Тамаша балалар, өте жарайсыңдар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қыс. Дұрыс балалар. Олай болса, сәлем сөздің анасы демекші балалар. Ең бірінші сәлемдесіп алайық кәнекей. Сәлем сөздің анасы, дейді қана баласы. Өтінерсіз, көшпегенсіз. Бала сіздермен сіздерге бар сүйеміз біз. жарайсыңдар балалар. Мінекей біз ең алдымен амандасып алдық. Балалар, сендер қандай керемет болып киініп алыпсыңдар деп қараңдаршы. Ұлттық нақышта, ұлттық киімдер киіп алыпсыңдар. Олай болса балалар, бүгінгі біздің ойын әрекетіміз де тек қана ұлттық нақышта, ұлттық құндылықтар жайлы, ұлттық тәрбие жайлы болмақ те балалар. Қанекей, ұлттық құндылықтар дегеніміз балалар біздің ата-бабамыздан бізге келе жатқан мұра болып қалдырған біздің рухани байлықтарымыз екен. Бір ұлтты балалар екінші ұлттан ажырататын біз осы ұлттық құндылықтарымыз екен. Қанекей балалар, ұлттық құндылықтарымызға нелер жатады екен қанекей? Айта қойыңдаршы, біздің ұлттық ойындарымыз, және біздің ұлттық аспаптарымыз, және біздің ұлттық киімдеріміз, және біздің ұлттық тағамдарымыз. Қанекей балалар, ұлттық ойындарымызға тоқтала кетейікші балалар. Мынау қандай ойын екен балалар? Өте дұрыс балалар, мынау ше. Асық ойыны екен, қандай жарайсыңдар балалар. Мынау қандай ойын екен балалар? Тақ, тастамақ ойыны екен, ал мынау қыз қуу ойыны екен. Дұрыс балалар. Ал біздің ұлттық аспаптарымызға қандай аспаптар жатыр екен? Кәне біледі ме екенбіз мына қандай аспаптар? Дұрыс балалар. Қазақтың қара доңғары. Енді балалар, біз осындай ұлттық құндылықтарымыздың көрмесіне барып саяхатқа шығады екенбіз бүгін балалар. Саяхатқа шыққыларыңыз келе ме? Кәне олай болса балалар, барлығымыз бірге саяхатқа шығайық, саяхатқа аттанайық балалар. Ал балалар, мінекей біз көрмеге саяхатқа келіп қалдық балалар. Қараңдаршы, қандай керемет екен балалар. Өте ұлттық құндылықтардың барлығы осы біздің көрмемізде жатыр екен. Кәне балалар, енді танысайықшы балалар. Мына жерде балалар, көрдіңдер ме? Біздің Қазбек би, Әйтеке би, Төре билерімізді де ұйытты балалар бізді шахматпен жасайды балалар. Енді балалар, әрі қарай келетін болсақ, мына жерде не көріп тұрмыз балалар? Мына жерде не көріп тұрмыз? Біздің киіз үйіміз екен. Киіз үйімізді балалар қараңдаршы. Бұл киіз үйіміз біздің құрастырмалы киіз үй бұл біздің балалар. Ежелден келе жатқан қысқы жылы жазда салқын болатын құрастырмалы үй екен балалар. Ал балалар, көрмеге саяхат сендерге ұнады ма? Міне балалар, біз көрмеден келсек, бізді тобымызда не күтіп тұр екен? Тосын сый балалар, қараңдаршы бізді. Сиқырлы шеңбер деп аталатын даналық ойын бізді күтіп тұр екен балалар. Бұның бетінде әртүрлі түсті нелер тұр екен? Асықтар тұр екен, сиқырлы асықтар балалар. Осы асықтың әрқайсысының астында балалар сендерге арналған тапсырмалар бар екен. Қане балалар, өзіміздің көрмеден көрген әсерімізді, көрмеден көрген ойымызды осы даналық ойын арқылы жалғастырайық, жарай ма? Жарайды балалар. Олай болса қанекей, осы асықты алып, тұстасы ұнайды? Қызыл түсті аша ғой, қызыл түсті асықтың астында қандай тапсырма бар екен? Камзол, немесе кәжекей деп аталады екен, жарайсың, отыра ғой. Ал біздің Ержан Азамат баламыз қанекей қандай түсті асықты ұнатады екен? Сары. Қанжығасына сары түсті асықты байлағысы келіп отыр екен. Сары түсті асықты. Не екен балалар? Торсық екен, жарайсың, отыра ғой Ержан. Ал Азамат баламыз қанекей қандай түсті асықты ұнатады екен? Жасыл түсті асықты ала қойшы қанекей. Жасыл түсті асықтынан не шықты балалар? Астау, бұл біздің ұлттық ыдыс аяғымыз екен, жарайсың, отыра ғой. Ары қарай біздің Алина қызымыз жалғастырады. Ал балалар, мінекей біз енді топқа бөлінген, мінекей көк асықтар тобы, қызыл асықтар тобы және жасыл асықтар тобы балалар. Бізде балалар бұл көлеңкесін тап ойын арқылы біздің көк асық тобындағы балаларымыз ұлттық бұйымдарымызды табады. Қызыл асық тобындағы балалар біздің ұлттық ыдыстарымызды табады. Ал жасыл асық тобындағы балалар ұлттық киімдерімізді табады екен, балалар.
Düşündüğüm aslında oynayabilirler. Kızımla oynayabilirler. Onlar aslında kardeşizdir bizimdir. Aslındaki şüpheli aslında Al balalar, biz endi Do'da kafe hadisi, Do'da Navruz ko'ja ekan. Al qarang. Men ayanaga berib qo'yaman, qayda qo'y. Nega? Bo'lsa bir Ayshaga berib qo'y. Aysha dengeletib o'tirib o'ynaymiz balalar. Qanday qilganda bor ekan? Bo'lsa. Boshqa qarang, bir-birimizga qayta olmaymiz. Aysha boshqa emas. Qimiz jaraysin. Qara qarang. Ayran, qarang. Yedim azamat. Navruz ko'ja jaraysin. Shelpik, yaxshi. Ayzeri, жалғастырамыз. Qaniki? Qimiz. Bir-birimizga Al balalar, bizden kelesi oyunumuz ayналмақ деп аталады балалар. Бұл неге айналмақ балалар? Қараңдаршы. Мынау ұлттық киімдеріміздің бейнеленген, мына жерде біз балалар осы мінекей мынау қорапшаны секшені айналдыра отырып біздің ұлттық киімдерімізді не істейді екенбіз, сәйкестендіріп табады екенбіз балалар. Көрдіңдер ме? Мына жерден аяқ киімін, мына жерден балалар жаңағы камзолдарын, мына жерден бас киімін табады екенбіз. Енді балалар біздің отбасымызда ең үлкені кім балалар? Әрине балалар. Біздің қазыналарымыз екен, үйдің қазыналары. Балалар, бүгін біз ұлттық құндылықтар жайлы әңгіме етеді екенбіз, балалар. Қайеки, ұлттық құндылықтар дегеніміз балалар біздің ата-бабамыздан бізге келе жатқан мұра болып қалдырған біздің рухани байлықтарымыз екен.